Тәуелсіздік ұрпақтары жобасы аясында металлургтер жайлы сюжеттер топтамасы жалғасуда. Тағдырларын өндіріспен тоғыстырған еңбеккерлердің ісі жан-жақты. Мәселен, Нұрдәулет Ерғалиев кәсіби футболшы. Киберспорттан да жетістіктері аз емес. Талантты металлург жайлы келесі бейнематериалымызда. Нұрдәулет Ерғалиевтің жасы 26-да. 7 жыл бұрын еңбек жолын шойын балқыту цехында слесарь болып бастаған. Қазір осында учаске шебері. Жаста болса жұмысына жауапты. Тәуелсіздік ұрпағы ретінде өзіне жүктелген міндеттің ауыр екенін түсінеді. Жауапкершілік бізде өте үлкен, бізге артқан. Тәуелсіздіктің ұрпағы, тәуелсіздіктің құрдасы болғаннан кейін бізге еліміздің артқан үмітін ақтау керекпіз. Осы бізге берген үмітті ақтап, бізге берген жасап жатқан жағдайларды пайдаланып, оқу орындарына түсіп, білім алып, әрі қарай оны жұмысымызбен, еңбегімізбен дәлелдеп, бала-шағамызды асырап, патриот болатындай, осы елдің үлкен азаматы болатындай ұрпақ тәрбиелеу. Учаске шебері бос уақытында ғаламторда шетелдік әріптестерінің жұмысын бақылайды. Оны сондағы өндіріс орындарының бізден әлде қайда дамып кеткендігі қынжылтады. Мүмкіндігінше қондырғыларды жаңартып, зауытқа жаңғырту жобаларын енгізіп, еңбеккерлер біліктілігін шетелде арттырса игі болар еді, дейді металлург. Десе де өндіріс өрлеген өзге елден біздің бір артықшылығымыздың барын айтты. Шетелде, Европада, Ресейден келесі сменге қалдырып, келесі күнге қалдырып тастай салады, ал біздікілер мен өзі тәжірибемен аз десем де, бірақ көзім жетіп жүр. Біздің жұмыскерлер қалдырмайды. Бүгін бітіріп кетексіз, ертеңге жұмыс азайсын дегендей. Солай айтады. И сонымен ресурс, ең басты ресурс бұл оборудование емес, жаңа технология емес, бұл ресурс адам. Нұрдәулет Дүйсенғалиұлы кезінде футболмен кәсіби түрде айналысқан. Қазір зауыттың құрама командасында ойнайды. Соңғы кезде киберспортқа көп көңіл бөлуде. Тіпті спорттың осы түрінен Қазақмыс корпорациясы қызметкерлері арасында өткен сайыста бас жүлдені жеңіп алған. Тәуелсіздік ұрпағы жан-жақты болу, үнемі ізденіп даму, заман талабы деген ұстаныммен өмір сүреді. Еркін елдің жастары ерекше, еркін ойлайды, еркін сөйлейді, әрекеттері де тәуелсіз. Ешкімге бағынғысы жоқ, білімді, креативті, жаңашылдыққа ашқарақ. Өркениетті құрайтын осындай таңдау құқығы бар жастар. Қазақстанның бүгіні мен ертеңі осындай еркін ұрпақтың қолында. Айзада Оразханқызы, Нұрбол Әмендіұлы, Сарыарқа жаңалықтары, Жезқазған қаласынан.